Сәлем достар, Ассалима арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқан. Бүгінгі видеоблогымызда өте дәмді торт, сникерс тортын әзірледік. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен шоколадты бисквитімізді әзірлеп аламыз. Құрғақ заттарымызды салып араластырып аламыз. Ұнымызға какаоымызды қосып, және ұн қопсытқыш, және кішкене тұзымызды қосып араластырып, құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. 5 жұмыртқаны жарып алдық. Қант саламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап миксерлеп шығамыз. Сұйық май құямыз. Құрамына керекті заттардың барлығын осы видеоның тақырыбын бассаңыздар, сол астына шығады. Мен астына міндетті түрде жазамын. Және су құямыз. Бисквиттің қамырын дайындап алдық. Енді 3 бөлікке бөліп пісіреміз. Форманың диаметрі 23 см. 3 пергамент қағазын осылай дайындап аламыз. Және осыған коржымызды құйып шығамыз. Біз 3 бөлікке бөліп құйып алдық. Енді 180 градуста алдын ала қызған пешке пісіреміз. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен арасына тығып көресіздер. Құрғақ болса, онда пісті. Ендігі кезекте коржымыз піскенше біз сникерс тортымыздың начинкасын, яғни жұмсақ карамелін дайындаймыз. Оған 200 грамм қантымызды, мынандай асты қалың кастрюль аламыз. Оттың астын азайтып, қантымызды ертіп аламыз. 15 минуттай газда ұстайтын боламыз. Яғни карамельге айналғанша қантымыз.
қантымыз толық ери бастағанда араластырамыз кішкене. Одан кейін ыстық сливкиімізді қазір құятын боламыз. 33%-тік 140 мл сливкиімізді ысытып алып, осы карамельге құямыз. Ыстық сливкиімізді карамелімізге құйып, жақсылап араластырып, отты өшіреміз. Енді осыған сармайымызды саламыз. Сармай әбден еріген соң арахисімізді қосамыз. Сармай еріді. Енді 140 грамм арахисімізді салып, басқа ыдысқа аударып алып, тоңазытқышта карамеліміз кішкене қоюланғанша ұстаймыз. Кремін дайындаймыз. Креміне салқын сливки аламыз, өте салқын болу керек. Және қант ұнтағымызды қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Одан кейін творожный сырымызды қосамыз. Креміміз қоюланды, творожный сырымызды қосып, тағы кішкене миксерлейміз. Осындай крем шығу керек. Кремімізді салып алдық. Бірінші коржымызды салып алдық. Және біз шетіне мынадай ободок жасап шығамыз. Өйткені ортасына карамельді құйған кезде сыртына ағып кетпес үшін. Үшінші коржбен бетін жауып, үшінші коржымызды жапқаннан кейін 3-4 сағат тоңазытқышта немесе түнге қалдырып қоямыз тортымызды. Одан кейін барып бетіне арахис қосылған шоколадты ганажымызды дайындап қоямыз. Біз тортымызды бір түнге тоңазытқышта ұстадық. Енді қалған кремімізбен бетіне және шеттеріне жағып, креміміздің қалған бөлігін жағып, тортымызды тегістеп шықтық. Енді бетіне арахис қосылған шоколадты ганажымызды әзірлейміз. Ганашымызға 200 грамм сүтті шоколад керек болады және 50 грамм ұнтақталған арахисіміз.
50 миллиграмм сұйық май керек болады. Біз сұйық майымызды құйып, микротолқынды пешке 20 секундтан 2-3 рет салып отырамыз. Мінекей біз ертіп алдық. 20 секундтан арасын үзіп-үзіп, қайта-қайта салып отырасыздар. Тортымыздың бетіне ганашымызды құйып шығамыз. Мінекей достар, тортымызды әзірлеп болдық. Дәмі сондай дәмді болып шықты. Арасындағы начинка карамелімізді сіздер ұзағырақ жаңағы мен видеода көрсеткеннен де қою қылып ұстасаңыздар тоңазытқышта, сонда шетіне ақпайтын болады. Өте дәмді торт. Егер рецепт ұнаса, пісіріп көріңіздер міндетті түрде. Сау болыңыздар.